жөтелді тез жеңгіңіз келсе. Биылғы тұмау тым өзгеше, жөтел көпке дейін қайтпай, дене қызуының түсуі де қиын болып тұр. Әсіресе күрк жөтелген жас балалар көп. Оларға дәрі ішкізе беру де қиын. Мұндай жағдайда халық емінің көмегіне жүгінуге болады. Шалғамды кішкене текшелерге кесіп табаға салыңыз да қан себіңіз. Оны 2 сағатқа духовкаға салат алынған массаны сығып, шырынын шыны ыдысқа құйып алу керек. Осыны күніне 3 рет тамақ алдында 2 шай қасықтан ішеді. Сосын міндетті түрде ұйқы алдында тағы 2 шай қасығын қабылдау керек. Қара шалғамның өзегін кесіп, ойыққа аздап бал құйыңыз. Бірнеше сағаттан кейін шалғам шырын бөледі. Алынған шырынды күніне 3 рет ішу керек. Ересектер 2 ас қасықтан, 4 пен 14 жастағы балалар 1 ас қасықтан ішеді. Түнде бал қосылған 1 стакан жылы сүт ішкен жақсы. Ол қақырықтың тез босауына көмек болады. Ал мұрт жөтел мен қақырық түспей қойған кезде тамаша көмекші бола алады. Кептірілген алмұртты қайнатып ішіп жүрсе, жоғары температура кезінде болатын шөлді басады. Ол үшін 1 стакан туралып кептірілген алмұртқа жарты литр су құяды. Оны баяу отта 20 минут қайнату керек. Ыдыстың сыртынан жылы орап 4 сағатқа қалдырады. Сосын сүзіп алып, тамақтан 30 минут бұрын күніне 4 рет 100 мг-нан ішеді. Қақырық түспей қойған жағдайда ұн, қыша ұнтағы, горчица деп атаймыз, күнбағыс майы, бал және арақ қосылған қоспа әзірлеңіз. Бәрінен 1 ас қасықтан алып, тоқтаусыз араластыра отырып, су ваннасында қыздырыңыз. Алынған ботқаны дәке таңғышына жағып, кеуде тұсына қояды. Сыртынан полиэтиленмен жауып, жылы шарфпен орап қойыңыз. Компрессті салқындағанша ұстайды. Күніне 1 рет 3 күн жасауға болады. Бұл амалдарға қоса дәрігер кеңесімен қақырық түсіретін және жөтелді басатын, себептерін емдейтін дәрі-дәрмек ішу керек.